Сәлем достар! Плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен тізе неге қақсайды? Сол жайлы ақпаратпен сіздермен бөлісетін боламын. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Тізеңіз қақсап ауыратын болса, осы ақпаратты аяғына дейін тыңдаңыз. Өзіңізге керекті ақпарат естіп қалуыңыз мүмкін. Тізе ауруы жаста да егделерде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырды деп қолын тізесінен алмай уқалап отыратынын байқаған боларсыз. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшықет созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе созылмалы ауруға ұласып кетуі мүмкін. Тізенің буыны қандай жағдайда шығып кетуі мүмкін? Егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда, мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді деген сөз. Сіңір зақымдалғанда, қатты ұрып алсаңыз немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғанының белгісі. Артроз бен артрит 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың буынының қақсап, сырқырап ауруына әкеледі. Қандай жағдайда тұз байланады? Егер аяғыңыздың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін байқалады. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-дом жасаған дұрыс. Тізенің ауырғанын үйде емдеуге бола ма? Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін мына 3 кеңеске дереу құлақ асқаныңыз дұрыс. Бірінші кеңес. Тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мг бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет болады. Дайындау тәсілі: алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз. Оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Бір келкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емдік қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтан алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң оң нәтижесіне көз жеткізуге болады. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады, сіңірдің ауырғаны жазылып қуаттандырады. Сонымен қатар буынның жұмысын жақсартып зат алмасуды реттейді. Екінші кеңес. Фольгада өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатарда алдын тізеңізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн жасасаңыз, тізенің ауырғаны басылады.
Үшінші кеңеске назар аударыңыз. Егер тізеңіздің айналасы ісініп, ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгінсеңіз болады. Ол үшін 300 немесе 400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны банкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп алыңыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына жағуға да болады. Біркелкі етіп жағып болған соң сыртын пленкамен орап қоясыз. Оның сыртынан жылы орамалмен байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізгеніңіз дұрыс. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан ақ оң нәтижесін байқайсыз. Егер де тізе ауруын байқасаңыз, көп жүре бермей дереу дәрігерге қаралып, аурудың себебін анықтағаныңыз дұрыс. Дәрігерден тексеруден өтіп және оның ескертулеріне сәйкес емдеу процестерін бастаған дұрыс. Тізе ауруына арналған кейбір табиғи ұсыныстардың бірқатарын айта кететін боламын. Кенеттен соғып алу немесе құлау нәтижесінде басталатын бір тізе ауруы болса, ауырған жерге суық қолдану арқылы бұл ауруды азайтуға болады. Ол үшін мұздатқыштан мұздың бірнеше бөлігін бір сөмкеге салып, таза бір шүберекпен орап, ауырған жерде біраз уақыт ұстаған дұрыс. Бамия тұқымы сүйек, бұлшық ет пен буындар үшін маңызды қолдау көрсетеді. Әсіресе тізедегі сұйықтықтың жоғалуы себепті пайда болған тізе ауруы үшін бамия тұқымы шайын тұтынуға болады. Жүйелі түрде қолданылғанда тізе ауруын басатын бұл шайды 2 апта бойы ішкеннен кейін кем дегенде 1 апта үзіліс жасап, кейін қайта жалғастыруды ұмытпаңыз. Бамия тұқымдарын дәл кофе дәндері сияқты ұнтақтап, оған ыстық су қосып, кофе дайындалғандай қайнатуға болады. Басқаша әдіс ретінде 1 стақан бөлме температурасындағы суға 10-20 бамия тұқымын салып, азанға дейін осылай қалдырыңыз. Ал таңертең оянғанда ішуге болады. Зімбір және зімбір майы. Егер тізе ауруының себебі қабыну болса, зімбір майымен бұл ауырсынуды азайтуға болады. Тізе қақпағы және айналасына бірнеше тамшы зімбір майы тамызып жағыңыз. Айналмалы қозғалыстармен массаж жасап, майдың әсерін көрсетуін күтіңіз. Таза немесе ұнтақталған зімбір шайын қайнатып ішуге де болады. Немесе оны бал және зәйтүн майы сияқты қоспалармен араластыру арқылы тұтынуға болады. Куркума майы. Ауырған жерге куркума эфир майын мұқият жағуға болады. Сондай-ақ күнделікті түрде 1 шай қасық куркума ұнтағын 1 кесе табиғи йогуртпен араластыру арқылы тұтынуға болады. Алма сірке суы және зәйтүн майы. Тізе ауруына алма сірке суы және зәйтүн майы қоспасымен ең табиғи емді қолдануға болады. Алынған қоспамен тізе айналасына уқалау арқылы массаж жасасаңыз және теріңіздің қоспаны сіңірілуін күтіңіз. Тізе ауыратын күндерде 1 шай қасық органикалық алма сірке суы мен 1 стақан судың қоспасын ішуге болады. Итмұрын шайы. Ауруды басатын қасиетке ие. Тізеңіз ауырған кезде итмұрын шайын ішіңіз. Сол кезде ауырғанын, басқанын байқайсыз. Сонымен қатар кокос майы. Бұл тиімді және пайдалы майдың тізе қақпағы мен буын ауруын емдеуге қасиеті бар.
құрамындағы дәрумендердің арқасында ауырсынуды жеңілдетеді. Сондай-ақ тізе қақпағына жағылатын жалбыз май ауырған жерді бірнеше секундта босаңсытып ауырғанды басады. Тізе буын ауруларына айтылған кеңестеріміз сізге ұнаған болса, пайдаларыңызға асқан болса, арнамызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.